Сәлем достар, сіздермен Айкерім, менің каналыма қош келдің. Бүгін сіздермен өте дәмді шығатын таба мен Наполеон тортын дайындауды көрсететін боламын. Керек заттардың бәрін төменге жазып қоямын. Алдымен қамырын дайындап алатын боламыз. 4 жұмыртқамызды шағып, үстіне 1 кесе қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң, майымызды құйып, үстіне жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымызды саламыз, ұнымыздың үстінен разрыхлитель сал жереміз. Жақсылап араластырып, орташа қамыр илейтін боламыз. Менде орташа қамыр болды. Енді оны пакетке салып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Тынған қамырымызды алып 5 бөлікке бөлеміз. Менде 5 шықты. Өзіңіздің табаңызға байланысты, кішкене болса кішкентеулеп етіп бөлесіз. Тағы да пакетке салып 10-15 минутқа қоямыз. Қамырымыз тынғанша кремін дайындайтын боламыз. Үстіміз жылы кезінде үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне тағы да ұн салып, мен 4 қасық ұн салдым. Жақсылап араластыратын боламыз. Үстіміз піспей тұрып, жылы кезінде ұнымызды, қантымызды сабалатын боламыз. Егер ыстық кезінде салсаңыздар, ұныңыз үртік-үртік болып қалады. Міне менде қайнап шықты. 10-15 минутта қайнаттым. Енді суытып қоямыз. Тынған қамырымызды жаятын боламыз. Осылай оқтау көмегімен астына ұн сеуіп жеріп, жайып шығамыз. Бұлай үзіліп, жайылып кетіп жатса, осылай қолымыз білен жабыстырып қойымызға болады, ештеңе етпейді. Өзіңіздің керекті формаңызға дейін жайып аласыз. Қандай үлкендікте болса, солай жая бересіз. Жұқалау болғаны жақсы. Міне мен жайып алдым, маған үлкен болғаны жақсы. Менің ыдысым үлкен. Сол үшін үлкендеу етіп жайдым. Осылай оқтауға орап тұрып, табамызға салатын боламыз. Әйтпесе үзіліп кетеді. Осылай орап алып, табамызға саламыз. Міне мен табамға салдым. Енді үстінен вилкамен тесіп шығамыз. Әйтпесе ісіп, жаман болып кетеді. Міне екі жағында пісіріп алдым. Енді осылай өзіңізге керекті пішінді қойып, 4 бұрыш қаласаңыз 4 бұрыш етіп кесесіз. Егер домалақ қаласаңыз, домалақ етіп кесіп алатын боламыз. Шетінен қалған ұсақтарын оқтау көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз, майдалап. Ендігі кезекте ыдысымызды алып, менде осындай ыдыс бар, соған астына крем жағып жереміз, жылжып кетпеу үшін. Үстінен кремімізді салып, қалындау етіп жағып шығамыз. Қалын болғаны жақсы. Нан өзіне крем қатты тартып алады, сол үшін көп етіп жаға беріңіздер. Бұлай барлық нанымызды үстіне теріп шығатын боламыз. Міне мен барлығын теріп алдым, 5 қабат болды. Енді үстінен жаңелде ұнтақталған нанымызды сеуетін боламыз. Наполеонымыз дайын болды. Өте дәмді, өте күшті, жұмсақ болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер, еш өкінбейсіздер.
эгерде осы видеоны соңуна дейін қараған болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басыпты ұмытпаңыздар. Сонда менің әрбір салған видеомды өткізіп алмайсыздар. Сау болыңыздар.